Астана қаласына. Аяқ астынан мен Жұбанова Айгүл Абдихамитовна, Қызылорда қаласының тұрғынымын. Осы жақта Астанада балам теміржол колледжінде оқитын тұғын. 3-ші курс студент, грантқа оқып жүрген балам. Жазда кеше Қытайға барып келген практикаға. Қандай армандары бар еді, өміріміздің бәрін күтіп отқан балам еді. Аяқ астынан осы жерге, мына жердегі мына мекеме маған айтады ғой, мама, мен бір Казполимер строй деген су жүргізіп жатыр. Сол жерде мен бір нені қазайыш бар, балдар қазып жатыр, труба жүргізіп. Сол жерге келіп қаза, мама, 12 мың теңге ақша береді деп. 24 күні кешке таман келіп азанда кеткен балам. Түстен кейін сағат 3-тен 11 минут кеткенде маған звондап тұрды. Мама, қазір соткам отырайын деп жатыр. Сағат 6-та үйде болам деп. Мақұл балам дегем ғой. Сөйтсем сағат 6-тан 11 минут кеткенде бір участковый звондайды маған. Осылай да осылай, сіздің балаңыз Ерсұлтан, Қызылорданікі ма, я, стройкіде жүрді ма, я, не болды, тыныштық па десем, қайтыс болды дейді ғой, 17 жасар баламды. Не болғанын, не жағдай болғанын түсінбей қалдым, басыма жай түсіп. Айтатын нем деген, Казполимер строй деген мекеменің несі, осы жерде істеп атқан жұмыстар тоқтап атқан ештеме жоқ, заң қайда. Мен осыншама елден сұрайтыным, көмектесіңіздерші, мына үлкен мекеме екен, 17 жыл жұмыс істеп келатқан. Ана крановщик, ана камазис екеуі, білмеймін қалай болғанын, камазис мен крановщикті кеше тексерсе, екеуі де наркотический опьянениеда екен. Қалай ол адамдарды осындай жұмысқа қойғанында түсінбей отырмын мен. Қазақстан бізде сөзі техника безопасности қайда. Неге ол кішкентай балдарды олар жұмысқа о жерге шақырады? Көмектесіп жіберіңдер. Сөзі ештеме соблюдать етпей тұр ғой. Енді зар қақсағанда да көмек сұрайым, прокуратура, МВД, Тоқаев мырза, көмектесіңіздерші, мынандай жағдайды адам басына бермесін. Мен балапанымды өйстіп алып кеткендермен қоймай, біреу ешбір хабар жоқ. Ондай жағдай болады, адам басына деп кетті ғой, біреуінің әкесі, оның да баласы, менің де балам, менің киттей баламды сөйтіп жылатып кететіндей оңай емес енді. Қазақстан елінен көмек сұрайым, көмектесіңіздерші. Ешкім баласын жібермесін бұндай жұмысқа. Керек емес бәрі. Қанша бала өліп жатыр стройкада. Егер маған қосылам деген ата-ана болса, қосылыңыздар.